мектеп деңгейіндегі әріптестеріміз сөзім ауыр болмасын, колледжде баланың потенциалын ашады. Яғни бұл дегеніміз ел аузында жүрген айтайық да, колледжде кім оқиды? Мектепте ентідан қашып, оқи алмайтын, тентек бұзық балаларды. Бір әйтеуір мектепте ілініп салынып оқыған бала ана колледжге барады деген стереотипті көзқарас бар. Стереотип бар, бірақ алайда колледж қарама-қарсы жұмыс жасайды. Яғни бұл стереотипке колледжге түскен студент 4 жылда өзінің потенциалын басқа қырдан ашып, себебі біздер ең әуелі еркіндік береміз. Еркіндік, академиялық еркіндік, академиялық дербестік, оның аясында колледжде сабақ алу процесінде. Екінші, білім берген кезде біздер тәжірибені көп береміз. Дуальды технологияларын қолданамыз, өндірістік орындарын апарамыз, экскурсияларымыз бар, жаңадан жабдықталған зертханаларымыз бар, соларда жұмыстанып, машықтанып, білікті маман болады. Үшіншіден, колледж тамамдаған студентіміз бізде тек қана жұмысқа орналасып қана қоймай, оған қоса қысқартылған мерзімде жоғары оқу орнына түседі. Кейін өзінің кәсібінде ашса болады, себебі колледждің қабырғасында мына кәсіпкерлік негіздерін үйретеміз. Яғни ол колледж тамамдағаннан кейін белгілі бір түлек өзінің саласында, мысалы, ИП ашып, яғни жеке кәсіпкер атанып, өзінің құжаттарын ресми түрде рәсімдеп, бір жұмыс орындарын ашып, істі бастап кетсе болады да. Оның ішінде қазір ол тек түлектер ғой, білім алып жатқан студенттер ақша табуда.